Құрметті ата-аналар, қазіргі таңда парламентте әйелдер құқықтары мен балаларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша әзірленген заң жобасы талқылануда. Аталған заң жобасында отбасылардан балаларды мемлекеттік органдардың тартып алуына мүмкіндік беретін нормалар бар деген жаңсақ ақпарат таратылуда. Бұл ақпараттың ешбірі шындыққа сәйкес келмейді деп ресми түрде мәлімдейміз. Қаралып отырған заң жобаларында және мәжілістегі басқа да нормативтік құқықтық актілерде балаларды отбасылардан тартып алуға қатысты бірде-бір норма жоқ. Мемлекеттік саясат баланы туған отбасында тәрбиелеу құқығын қамтамасыз етіп, балаларды тәрбиелеу мен олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде ең алдымен ата-аналарға басымдық беруге бағытталған. Мемлекет өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларды қолдауға арналған тиімді шараларды үнемі іске асырып келеді. Осы бағытта кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссиялар құрылған. Психологиялық және отбасылық қолдау орталықтарының жұмысы шеңберінде осындай отбасыларға тұрақты түрде көмектер көрсетілуде. Құрметті ата-аналар, әртүрлі фейктерге сенбеуді, тек ресми ақпарат көздеріне сенуді сұраймыз.